сендердің тозаққа, осындай отынға кетулеріңе не себеп болды деп жәннаттық кісілер тозақ кісілерден сұрайды дейді. Сонда әлгі тозаққа кетіп бара жатқан кісілер дейді: «Қалу лам наку минал мусаллин», біз намаз оқымайтын едік деп айтады дейді. Біз намаз оқымайтын едік деп айтады дейді тозаққа кетіп бара жатқан кісілер. «Валам наку нут'имул мискин», біз сонымен қатар тамақ сұрап келген адамдарға тамақ бермейтін едік. Міскіндерді тамақтандыру деген нәрсені ойға алмайтын едік біз дейді. «Ва кунна нахуду ма'ал хаидин», біз ғафлетте жүрген адамдармен ойнап күліп, осы дүниенің бар қызығына шомылып өткен болатынбыз деп айтады дейді. Дүние деген өткінші, ойнада күл бірдеңе деп, осылай біз өткізген болатынбыз дүниені дейді. Нәпсіміздің артына еріп дейді. «Ва кунна нуказзибу бияумиддин хатта атана ал-яқин», біз тіпті Аллах тағаламен келісетін күн, кездесетін күнді де өтірікке шығаратын едік дейді. Қай сәтке дейін? Бізге өлім келгенге дейін. Адамның жанына, алқымына келеді ғой жаны. Өлім сәті келген кезде адам бүкіл ақиқатты мойындайды. Бірақ ол мойындаған не болады? Кеш болады адамға.